Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен ғарышкерлер күніне арналған поделка жасаймыз. Файл 8 беттен тұрады. Әр бетті 230 грамм немесе одан жоғары қалыңдықтағы фотоқағазға шығарамыз. Қажетті құралдар ішінен мен скотчты пайдаланған жоқпын, және осындай крючок қажет. Шаблондарды жиектері бойымен кесіп шығу керек. Мысалы, мынау ақ домалақ қажет емес бізге. Сызғыш және канцеляр пышағы көмегімен осылай барлық жерін кесіп шығамыз. Міне шет жағында осындай қанатшалары бар. Мен шаблонды кішкене өзгерттім. Бұл қанатшалар әр бетті бір-бірімен біріктіруге арналған. Міне ортасынан тіліп, әр детальді бөлек қиып шығамыз. Артық жерлерін қиған соң міне осындай болып көрінеді. Қалған беттерді де дәл солай қайталап қиып шығамыз. Мына шеңберлер ретімен тұру керек. Күннен жоғары қарай шеңбер ұлғая береді. Мына 4 бөлік поделканың 4 жағынан жабыстырылады. Видеоға мұқият қарап отырыңыздар. Ортадағы сызықтарды ортасына дейін қиясыздар. Крючок көмегімен ұзынынан және екі жағынан басып шығу керек. Крючокпен із жасалған жерлерді ішке қарай бүгесіздер. Міне 4 бөліктің барлығын осылай жасап шығасыздар. Мына қанатшалар менде ақ түсті, бірақ шаблонда көк түсті. Оны ішке қарай бүгесіздер. Манағы 4 шетке жабысатын жердің осындай ұшын ғана жабыстырамыз. Ең астына күннің суреті бар бетті қоямыз. Осы 4 бөлшектердің тілінген жерлеріне қабат-қабат беттерді жабыстырып отырамыз. Бірінші бет жабысқанда осылай көрінуі тиіс. Міне екінші беттің кезегі келді. Қанатшаны осылай кіргізіп жабыстыру керек. Еске саламын, бұл қанатшалар менде ғана ақ түсті, сіздерде ол көк түсті. Осы қанатшаның іш жағынан желімді жағып, ана бір бөлшекке кіргізіп жабыстырамыз. Әбден жабысқанша дейін ұстап тұрамыз. 4 жағынан осыны қайталап шығу керек. Міне 3-ші қабатты да жабыстырып көрсетіп жатырмын. Ортадағы шеңбер көлемі төменнен жоғарыға қарай ұлғаяды. Соны байқап отырыңыздар. Міне ең соңғы бетті жабыстырамыз. 4 жақ шетін кіргізу керек. Айтпақшы, видеода мен 210 граммдық қағазды қолдандым. Көріп тұрғаныңыздай былқылдап тұр. Бірақ соңында оған да шешім таптым. Қалған шеттерінде жабыстырып шықтым. Міне жоғарыдан осылай көрінеді. Енді декорларды жабыстырып шығамыз. Екінші бетіне Нептун мен Уранды жабыстырамыз. Үшіншіге Сатурн мен Юпитер. Так, 4-ші бетке Марс, 5-шіге Жер, 6-шыға Венера мен Меркурий. Меркурийді мен кейін шығарып алдым, міне осы жерде тұр. Поделкамыз былқылдап тұрмау үшін осындай бөлшектерді ойлап таптым. Ортадағы линия бойымен ішке қарай бүгеміз. Мына видеода көріп тұрғаныңыздай аралары осылай майысып тұр. Ал екінші жағы осылай әдемі көрініп тұр. Осы бөлшектерді 4 жағынан жабыстыру керек. Ғарышкерді қаласаңыз жіпке байлап, осылай балалармен ойнауға болады. Әр жерде ұшып жүрген сияқты. Немесе бет жағына жабыстырып шығасыз. Видео пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліңіздер. Назарларыңызға рахмет.